Елдос Нүсіпұлы Тоқтарбай. Ойын. Үш дос өзара әңгімелесіп отыр. Ержан: маған спорттық жаттығу ойындары ұнайды. Ал сендерге ше? Деді. Арсен айтты: маған өзім ғана ойнайтын ойын ұнайды. Арсеннің жауабын түсінбеген Ержан: өзің ғана ойнайтын ол қандай ойын екен? Деді таңданып. Ержанның сұраулы жүзіне қараған Арсен: ой, соны да білмейсің бе? Өзің бояп ал деген суретті кітаптарда бояу, караокемен ән салу ғой, деді күліп. Олардың сөзін маған достарымның бәрімен бірігіп ойнайтын қызықты ойындар ұнайды деген Елмерейдің даусы бөлді. Достарым, маған анам шахмат, дойбы, тоғызқұмалақ сияқты ойындарды үйренсең, сен ең ақылды бала боласың деген. Үш достың пікір таласын әңгімесін тыңдап, оларға: кез келген ойын баланың ақыл ойына, күш-жігеріне, қиялына пайдасын тигізу керек. Ойын арқылы бала зерек, қағілез, алғыр болып қалыптасады. Сендерге арналған жол бағдар, ақыл текшелер, сәулетші, тестап деген интеллектуалды жақсы ойындар бар. Деп білгенімізді айтып жатқанымда Елмерей сөзімді бөліп: ағай, интеллектуал деген не? Деді естіген сөзіне тілі келмей, көз бақырайып. Достары да бұл сөзді түсінбеген сыңайлы. Балақайлар, интеллектуал деген сөз бәрін білетін ең ақылды бала дегенді білдіреді, дедім. Қандай ойынды ойнасаңдар, өздеріңе қанат білдіретін, мақсаттарыңды ұштайтын болсын. Ал сендерге көбелектер деген жаңа ойын үйретемін, деп жас достарыма логикалық ойлауды дамытуға арналған ойынды бастап кеттік.